Сара іштегі баласынан айырылып, ауруханада жатқанда күйеуінің ойнасының қойнында жатқанын біледі. Баршаңызға сәлем. Бүгін біз жертөледегі бөлме фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Сара мен Джон өте бақытты жас отбасы. Келіншектің көптен күткен бүпесіне аяғы ауыр. Бір қарағанда бәрі жақсы көрінгенімен, әрқайсысының қорқынышты құпиясы бар еді. Сара Джон жұмыста болғанда қатты іші ауырып, іштегі баласынан айырылады. Екеуі өмірді жаңа парақтан бастау үшін жер үйге көшеміз деп шешеді. Бір ай бойы өздеріне керекті деген үйді іздеп таба алмайды. Дегенмен ең соңғы сәтте өте керемет ұсыныс тап болады. Эммет деген орта жастағы кісінің хан сарайындай керемет үйі табылады. Ең қызығы, үй сатылмайды. Ол жас отбасыға тегін беріледі. Бірақ бір шарты бар еді. Жертөледегі есікті қандай жағдай болмасын, ешқашанда ашуға болмайды. Есік ашылған сәтте-ақ екі ортадағы келісім бұзылып, үй иесіне қайтарылады. Қуаныштары қойнына сыймаған отбасы ойланбастан келіседі. Екеуі үйдің кілтін алып, бірден жаңа үйге көшіп келеді. Сараның жаны жай тауып, үйге үйренісіп кетеді. Олар жан жолдас таныстарына қоныс тойда жасайды. Барлығы үйдің өте әдемі екеніне таң қалып, оның тіпті тегін берілгеніне сене алмайды. Қонаққа Джонның ойнасы Алиса да келеді. Осы сәтте далада ішіп алған бір еркек келіп, үйді өртегісі келеді. Ол үйден уақытында құтылмаса, Джонның барынан айырылатынын айтып, кетіп қалады. Ертеңіне Сара көрші келіншекті кездестіреді. Ол отбасының өте жақсы адамдар екенін айтып, ұзақ уақыт осында қаласыңдар деп үміттенемін дейді. Жұмысқа келген Джон Алисаның қинап жыныстық қатынасқа түсірді деп өзінің үстіне арыз жазғанын себепті уақытша жұмыстан босатылғанын біледі. Тергеу ісі аяқталғанша үйінде болуы керек еді. Кешке үйге келіп Сараға ештеңе де айтпайды. Ол далаға шығып жертөленің есігіне қарап, осының бәрі осы жертөленің кесірінен болып жатыр деп, ішін ашып көргісі келеді. Ол жұмысқа барып жүрген адам кейіп танытып, таңертең жүгіруге шығып, қолы босағанда жертөленің есігін ашқысы келеді. Дегенмен ол оңай болмайды. Кешке Сара бөлмелерді басқа түске бояғысы келетінін айтады. Ал Джон болса есікті ашайық, жертөледе бірдеңе бар екенін, және оны ашып көргісі келетінін жасырмайды. Сара үйді өз аттарына аударудың жалғыз ғана шарты осы екенін, оны ашуға болмайды деген себепті Джонның ашып көргісі келіп тұрғанын айтып келіспейді. Сара жұмысқа кеткенде Джон жүгіруге шығып, Алисаға кездесіп сөйлесейік деп хабарлама жібереді. Артынан әкімшілікке келіп, үйдің жоспарын сұрап алып, үй иесінің Пол Макманус деген адам екенін, Эммет жайлы 25 жылдан аса естімегенін айтады. Эммет өте жақсы отбасы болып көрінгенімен, оның келіншегі 5 жасар қызын алып қашып кеткенін, сол кезден бастап қыз бен келіншекті көрген адамның жоқ екенін айтады. Солай істің таза емес екенін түсінген Джон жертөлені үйдің ішінен ашқысы келеді. Ол жасырын есікті тауып алып, еденді ашып, төменде темір торды көріп, жаймендеп ағашты тесе бастайды. Сара жұмыстан ерте келіп, Джон жұмысты кейінге қалдырады. Түн ортасында Джонға Алиса хабарласып, екеуі парковкада кездесетін болып келіседі. Екеуі ертеңіне түсте кездесіп, Алиса Джонның тек қана өзімен бақытты болатынын, және үй мен жақсы өмірдің өзіне ғана тиесілі екенін айтып, өзінің айтқан сөзінде тұруы керек екенін сұрайды. Джон келіншектен керегін алу үшін оның құлағына лапшаны жақсылап білген болатын. Солай Алиса барлық шындықты Сараға айтып беретінін айтып кетіп қалады. Сара бөлмені бояуға дайындап, Джон жүгіруге кетіп қалады. Үй ішінде қалған келіншектің жүрегі айнып, өзінің аяғы ауыр екенін біледі. Ол диван астында тұрған үйдің жоспарын тауып алады. Ол Джонның жертөледегі бөлмені ашқысы келгенін бірден түсінеді. Ол төменге түсіп, еденнің ашылғанын байқайды. Осы уақытта Алиса да үйге келеді. Ол бар шындықты келіншекке жайып салғысы келген болатын. Сара мен Джонның бөлмесінен тестті тауып алып, келіншектің аяғы ауыр екенін түсінеді. Жертөледен шыққан келіншек сыртқы есіктің ашық екенін байқап, жабады. Көлікпен үй жанына келген Джон Алисаның көлігін байқап, оның ізіне түсіп қуып жетуге тырысады. Артынан кештетіп Джон үйге оралады. Ол жылап отқан Сараны көреді. Келіншек оның қайдан келгенін сұрап, өзінің аяғы ауыр екенін айтып,
оның жертөлені ашқанын білетінін айтып, еденді шегелеп тастауын өтінеді. Джонның жұмысынан хабарласып, оның қайтадан жұмысқа қосыла алатынын айтады. Джон Алисаның бірнеше аптаға демалысқа кеткенін естиді. Ертеңіне ештеңе болмағандай, бөлмені бояп жатқанда жардан атылған оқты тауып алады. Джон қатты ашуға басып, жертөледе Эмметтің келіншегі мен қызының денесі болуы мүмкін екенін айтады. Сара көп уайымға салынбай, бәрін қалай бар солай қалдыруын өтінеді. Бірнеше күн өткеннен кейін полицейлер Джонның жұмысына келіп, Алисаның көлігінің көлдің жағасында бос табылғанын және тергеу басталғанын айтады. Олар тіпті Джонның үйіне келіп, оның қашан соңғы рет Алисамен сөйлескенін, оны соңғы рет қашан көргенін сұрайды. Джон ол жоғалған күні үйде болғанын айтады. Сара күйеуінің артын жауып, ол менімен болды деп оны қоштайды. Детективтер кеткеннен кейін Сара онымен сөйлескісі келмейтінін айтып, оның 1 ай бойы жұмысқа бармай жүргенін, сондай-ақ Алисамен ара қатынаста болғанын білгенін, өзінің баланы жоғалтып хабарласып ала алмағанда, күйеуінің оның қойнында жатқанын айтып, баласының әкесі кісі өлтірді деген атақты алғанын қаламайтынын айтып, кетіп қалады. Джон бәріне өзін емес, жертөленің есігін кінәлап, осы үйдің бұрынғы иесіне келеді. Ол еркек өзінің барлығын жоғалтқанын, қазір келіншегімен ажырасу үстінде екенін жасырмайды. Басында барлығы өте керемет болғанын, тек қана жертөленің есігін ашпау керек екенін. Алайда мәселенің тамыры ол жертөледе емес, әрбір адамның ішінде, әрбір адамның жасырған құпиясымен арпалысып келе жатқан шайтанында еді. Еркек өзінің сол есікті ашпағанына қатты өкінетінін айтады. Ол Джонға келісімді бұзып, есікті аш, өзіңнің жасырған құпияның бетіне, ішкі меніңмен бетпе-бет кездестейді. Үйге келе сала Джон есікті ашамын деп, ломмен құлыпты бұза бастайды. Бірақ келіншек оның артынан ұрып құлатып, Джон үйде есін жияды. Сара жертөлені ашпас бұрын, оның шындықты білуі керек екенін айтады. Біз Алиса осы үйге келген күнге ораламыз. Сара есіктің ашық екенін байқап, қонақ бөлмедегі пистолетті оқтап, үйдің ішін іздестіруге кірісіп, бояп жатқан бөлмеден Алисаны кездестіреді. Алиса осының бәрі тек өзіне тиесілі екенін айтқанда, Сара оны бірнеше жерден атып, денесін орап, жертөлеге тастаған болатын. Артынан оның көлігін айдап, артына түскен Джоннан әрең дегенде құтылып, көлікті айдалаға апарып тастап, оның телефоны мен жұмыстан демалыс алатынын жазып, сим-картаны суға лақтырып, телефонды өзімен алып кеткен еді. Джон еденді шегелеген күні астында Алисаның денесі бар еді. Жардан тапқан оқ осы күнгі атылған оқтың бірі еді. Дәл қазір Джонның алдында екі таңдау бар. Бәріне көз жұмып қарап, ештеңе болмағандай өмірін жалғастыра береді, немесе қазір Сара оның көзін құртып, полицияға хабарласып, Джонның өзін өлтіргісі келгені себепті өзін қорғау мақсатында оны атты деп, барлығынан судан таза сүттен ақ болып шығып, өзінің баласымен бақытты да баянды өмірді осы үйде жалғастыратын еді. Джон ешкімге ештеңе де айтпайды, бірақ өзін өте бақытсыз сезінеді. Сара гендер-пати жасап барлық таныстарды шақырады. Осы күні екеуіне Эмметтен хат келіп, екеуінің болашақ ата-ана болуымен құттықтап, енді үйдің екеуіне заңды түрде ауысқанын айтып, жертөленің кілтін салып, жертөледе қандай құпия бар екенін білетін боларсыңдар, аша берсеңдер болады дейді. Осымен кино аяғына жетеді. Түсінгеніміздей барлық мәселе жертөледе емес. Мәселе өзіміздің ішіміздегі қара жәшігімізде еді. Өзіңіздің қара жәшігіңізді ақтаруға дайынсыз ба? Өзіңіздің ой-пікіріңізді жаза кетіңіз. Бұл біз үшін өте маңызды.